Сәлем достар, Супергенчектің арнасына қош келдің. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге өте дәмді панкейки дайындайтын боламыз. Жасалуы өте оңай, сізде міндетті түрде жасап көріңіз, және де менің арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Панкейки әзірлейтін боламыз. Ол үшін біз 2 жұмыртқамызды ыдысымызға салып аламыз. Оған қантымызды саламыз, араластырамыз. Содамызды айранымызға саламыз. Сүтті ыдысымызға саламыз. Араластырамыз. Айранымызды саламыз. Араластырамыз. Енді ұнымызды етаптап салып отырамыз. Қалған ұнымызды саламыз. Араластырамыз. Сұйық майымызды құямыз. Араластырамыз. Панкейкіміздің қамыры дайын, енді пісіруге кірісеміз. Ұнымыздың текстурасын қараңыздар. Қатты сұйық та емес, қою да емес, орташа. Енді қызып тұрған табада пісіретін боламыз. Аздап күтеміз. Панкейкиларымызды екінші бетіне аударамыз. Енді екінші бетіне аударып шығамыз. Екінші бет өте жылдам піседі, сондықтан ерте тезірек отырсаңыз болады. Біздің панкейкиларымыз дайын. Енді сіз оны қаймақпен немесе балмен ұсынсаңыз болады. Біз әсемінде емес деп шешім қабылдадық. Әртүрлі жидектермен әсемдесеңіз болады. Бізде бүгін жүзім және малина. Және біз бұны балмен беретін боламыз. Мінекей біздің панкейкиларымыз дайын. Міндетті түрде жасап, көріп, қайталап, фото түсіруді ұмытпаңыз.